Компьютердің немесе ноутбуктың төңкеріліп қалған экранын қалай қалпына келтіреміз? Мысалға менікіндей төңкеріліп қалса, өзіңіздің компьютеріңіздің жұмыс столының кез келген бос орнына тышқанның оң жақ батырмасын басып, разрешение экранаға кіресіз. Разрешение экранадан ориентация деп тұрған жерде альбомная перевернутая деп тұр. Соны ашып, альбомнаяны таңдайсыз. Ары қарай применитке апарасыз. Әрине былай төңкеріліп тұрса, тышқанды қолдану қиынырақ болады. Қазір применитке апарып басасыз. Мінекей компьютердің экраны қалпына келді. Бұны сақтау үшін сохранить изменения деп басасыз. Окей. Енді айта кететін бір жайт. Сіздің компьютеріңіздің экраны тек бұлай емес. Мінекей бұлай да төңкеріліп қалуы мүмкін. Қазір отменить тағы да бұлай да төңкеріліп қалуы мүмкін. Осындай жағдайларда осы жолды қолданасыз.